Саламатсыздарбы, 5-нчи сыныптың оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ең кіші ортақ еселік. Берілген натурал сандардың әрқайсысына еселік болатын ең кіші натурал санды сол сандардың ең кіші ортақ еселігі деп аталады. Енді ең кіші ортақ еселікті табудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі берілген натурал сандардың ең кіші ортақ еселігін сол сандардың еселіктерін іріктеу тәсілімен табу дейді. Мысалға, ең кіші ортақ еселік 6 мен 8 болатын болса, бұлардың бұл тәсіл бойынша шығарғанда былай, мысалы 6-ның еселіктерін табатын болсам, 6-ны 1-ге өтсем 6, 2-ге өтсем 12, 3-ге өтсем 18, 4-ге өтсем 24, 8-дің еселіктері 8, 1, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24. Міне осылай шексіз еселіктер кете болады. Сондай еселіктерінің ең кіші ортақ еселігі бізде 24 болай болса, мына 6 мен 8-дің ең кіші ортақ еселігі 24-ке тең. Іріктеу тәсілі дейтін осы. Бұл кішілеу сандар болған кезде орында болады. Келесі екінші тәсілі ол көбейткіштер жіктеу арқылы дәл осы есепті былай да шығаруға болады. Ең кіші ортақ еселік, мысалы 6 мен 8-ді табайық. Ол үшін 6-ны мысалы жай өтіштер жіктейміз. 8-ді жай өтіштер жіктейміз. Мысалы, мына 8-дің жіктелімі түгелмен алсам, мына жіктелімде жоқ сандарды мында жазам. Мысалы, мында 2 болса, мына 2-ні алмай, мына 3 мында жоқ қой, сондықтан 3-ті аламын. Сонда 24-ге тең болады. Екінші тәсілі дегеніміз осы. Енді мына кішілеу сандар болса мынаны, үлкендеу сандар болса мына тәсілмен шығаруға болады. Енді сонымен бірге өзара жай сандардың ең кіші ортақ еселігі сол сандардың көбейтіндісіне тең болады. Мысал ретінде ең кіші ортақ еселік, мысалға 5 пен 12-нің ең кіші ортақ еселігі, мысалы 60-ға тең, екеуінің көбейтіндісіне тең. Сонымен бірге берілген сандардың біреуі қалғанына бөлінетін болса, онда сол сан берілген санның ең кіші ортақ еселігі. Мысалы 57 19-ға бөлінетін болса, ең кіші ортақ еселігі бізде 57-ге тең. Мына жерде 32 8-ге 16-ға бөлінетін болса, ең кіші ортақ еселігі 32-ге тең болады екен. Ары қарай. Олай болса есептеріне тоқталайық. Жерде енді 296 есепте ең кіші ортақ еселікті ауызша таңдар еді. 2 мен 5 бізде өзара жай сан, олай болса оның ең кіші ортақ еселігі 10-ға тең. Келесі 3 пен 4 өзара жай сан, ең кіші ортақ еселігі екеуінің көбейтіндісі 12-ге тең. 12 бізде 6-ға бөлінеді, олай болса ең кіші ортақ еселігі 12-ге тең. Мынада 10 2-ге бөлінеді, олай болса ең кіші ортақ еселігі 10-ға тең болады. Енді мына жерде бізде ең кіші ортақ еселігі 30-ға, анда 24-дің өзіне тең болады. 24 6-ға 8-ге де бөлінеді екен. Ары қарай 6 мен 8-дің ең кіші ортақ еселігі. Бана таптық бізде біріншісінде ең кіші ортақ еселігі 6 мен 8-ге өзі 24-ге тең болады. Сол сияқты екінші ең кіші ортақ еселік 4 пен 7 өзара жай сандар, олай болса 28-ге тең болады. Келесі үшінші ең кіші ортақ еселік 9 пен 15-ті банағыдай жіктеп табамыз, 45-ге тең болады. Екі жүз 98-ші есепте өзі көбейткіштерге жіктеліп тұр, олай болса бұл сандардың ең кіші ортақ еселігін таба берейік. А мен Б деп алайын. Бұл жерде енді мысалға А-ның мәнінің жіктелімін алсам, мына жерде 2 бар бізде, мына жіктелімнің ішінде 2-ні алмаймын, мына 7 жоқ, 7-ні аламын. Сондықтан мынаның үшеуінің көбейтіндісі 42-ге тең болады. Екінші кіші ортақ еселік С мен Д деп алайын. Мысалға Д-ның мәнін солаймен алсам, мынадан 3 пен 5 мынан құрамында бар, сондықтан екеуін де алмаймын. Осы үшеуінің көбейтіндісін таба қоямын, 45-ге тең болады екен. Келесі үшінші ең кіші ортақ еселік Е мен Ф деп алайын. Мысалға Е-нің мәнін алайын. Мына жерден 2-ні алмаймын, және 5-ті алмаймын, мынан құрамында бар, 3 жоқ. 3-ті аламын, сонда бұлардың көбейтіндісі 60-ға тең. Келесі төртінші ең кіші ортақ еселік М мен Н деп алайын. М-нің мәнін алсам, мынадан 2-ні алмаймын және 3-ті алмаймын. Тек қана 5-ті аламын.
Бұлардың көбейтіндісі де 60-ға тең болады. Келесі 5-ші ең кіші ортақ еселік P мен T-ның мәнін алайын. Мысалға P-ның мәнін солай мен алсам, мынадан 2-ні алмайым және 7-ні алмайым, 3-ті аламын. Сонда бұлардың көбейтіндісі 84-ке тең болады. Келесі 6-шы ең кіші ортақ еселік X пен Y деп алатын болсам, мысалға X-тің мәнін сол күйінде алсам, мына жерден 2-ні алмайым, 3-ті алмайым, 5-ті алмайым, тек қана 1-3-ті ғана алам. Бұлардың көбейтіндісі 180-ге тең болады екен. Ары қарай кеттік. 299-ші есеп. Сандарды жайға өткіштерге жіктеп, ең кіші ортақ еселігін таңда дейді. Бірінші ең кіші ортақ еселік 21 мен 18 жіктеп көрсетейін. 21 дегеніміз 3-ке бөлінеді, 7, 7, 1 болады. 18 2-ке бөлінеді, 9, 3-ке бөлінеді, 3, 3, 1 болады. 18-ді солаймен алайын. Надан бізде 3 керек емес, 7-ні алам. Сонда 18 бен 7-ні көбейтіндісі 126-ға тең болады екен. Келесі екінші ең кіші ортақ еселік 24 пен 32-ні алайын. 24-ті жіктейміз. 12, 2-ке бөлім 6, 2-ке бөлім 3, 3, 1 болады. 32-ні жіктейм. 2-ке бөлім 16, 2-ке бөлім 8, 2-ке бөлім 4, 2-ке бөлім 2, 2, 1 болады. Мысалы 32-ні солаймен алсам, мынадан 2-ні алмайым, 2-ні алмайымнан құрамда бар, және 2-ні алмайым, тек қана 3-ті алам. Сонда 96-ға тең болады. Осылай қалғандарын да таба береміз. Келесі есебімізді ары қарай жалғастырайық. 10-шы есеп 12, 30, 75 сандарының ең кіші ортақ еселігін табайық. Ең кіші ортақ еселік 12, 30 және 75. Енді мысалға 75-тің жіктелімін сол күйінде алатын болсам, мынадан 3 пен 5 мына құрамында бар, алмайым, тек қана 2-ні алам. Енді ары қарай мынамен қарайым. Мына құрамда 3 бар керек емес, 2 бар керек емес, 1, 2 жетпейді, соны алам. Осының барлығының көбейтіндісі бізде 300-ге тең болады екен. Ары қарай мына бізде 10-шы жарғанымыз, 11-ші ең кіші ортақ еселік. Мына 3-ші де дәл сондай шығарылады. 15, 42 және 105. 3 санының ең кіші ортақ еселігі бізде 210-ға тең болады. Келесі 12 ең кіші ортақ еселік 21, 28 және 35 сандарының ең кіші ортақ еселігі 420-ға тең болады. Ары қарай 300-ші есеп бос орынды толтырыңдар дейді. Өзара жай сандар, олардың ең кіші ортақ еселігі 120-ға тең болады. Мынауда өзара жай сандар ең кіші ортақ еселігі екеуінің көбейтіндісіне тең, ол 231-ге тең болады. 28 бен 20-ны енді жіктеп табуға болады. 28 2 бөлім 14, 14 2 бөлім 7, 7 1 болады. 20 дегеніміз 2 бөлім 10, 2 бөлім 5, 5 1 болады. Сонда 28-ді солаймен алатын болсам, мынадан 2-ні алмайым, 2-ні алмайым, 5 алам. 140-қа тең болады. Сонда мынаның орнына 140 деп жазам. Келесі ары қарай мынанікі 42-ке тең болады. Мынанікі 24-ке тең болады. 38 19-ға бөлінеді, сондықтан 38 болады. Ары қарай кеттік. 301-ші есептің екіншісі таңертең сағат 8-де элеватордан астық таситын 3 машина шықты. Машиналардың бірінші сағаты, екіншісі 4 сағаты, үшіншісі 6 сағатта элеваторға қайта оралады дейді. Егер машиналар бір қалыпты жүріп тұрса, олар неше сағатта элеваторға қайта келіседі дейді. Енді бұлардың ең кіші ортақ еселігін табып, ең кіші ортақ еселік банаға 3, 4 және 6. 3, 4, 6-ның ең кіші ортақ еселігі бізде 12-ге тең болады. Сонда 12 сағаттан кейін үшеуі бір жерде кездеседі дейді. Сондықтан
сағат 8:00-де шығатын болсам, 8-ге 12 сағатты қосам, сонда 20:00-де барлығы элеваторда кездеседі екен. Ары қарай 302-ші есеп. Сандардың ең кіші орта еселігін тап дейді. Енді ең кіші орта еселік бұл жерде 3 сан, бағанағыдай 1-2-ні көшірейін. 28, 35, 70. 28, 35, 70. 3 санның ең кіші орта еселігін табу үшін 28-ді жіктеймейік. 70-тің жіктелімін сол күйінде алам. Мынадан 5 пен 7 мынан құрамында бар ма екенін алмайым. Мына жерде 7 бар, алмайым. 2 бар, алмайым. 1-2-ні алам. Сонда 70-ті 2-ге өйтсем 140-ға тең болады. Сол сияқты қалғандарын да солай таба береміз. Ең кіші орта еселік 18 бен 24 және 27-нің үшеуінің ең кіші орта еселігі 216-ға тең болады. 303-ші есеп. 303 жай бөлгіштерге жіктеліп жазылған сандардың ең кіші орта еселігін тап дейді. Бағанағыдай ең кіші орта еселік А мен В-ның деп жазайын. Енді мына жерде мысалға А-ның жіктелімін алатын болсам, 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 3 көбейтілген 5 болса, мынаның құрамынан мен 2-ні алмайым, 3-ті алмайым, 5-тің 1-ін алмайым, 1-ін алам тек қана. Сондықтан мынаның барлығының көбейтіндісі бізде 600-ге тең болады екен. Келесі екінші ең кіші орта еселік бізде С мен Д деп алайын. Мысалға, мына жерден 2-ның 4 дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 дәрежесін алатын болсам, мынаны алмайым, тек қана 5-ті алам. Сонда барлығының көбейтіндісі 720-ға тең болады екен. Келесі ең кіші орта еселік бізде Е мен Ф деп алайын. Бұл жерде мен мысалы Е-нің мәндерін алайын. Е-нің мәндерін аламда, мынаны алмайым, 3-тің 1-ін алмайым, 7-ні алмайым. Сонда тек қана бір 3-тің мәнін алам. Оның барлығының көбейтіндісі 504-ге тең болады. Келесі ең кіші орта еселік М мен Н деп алайын. Бұнда М-нің мәнін алсам, мына жерден 3-тің 3 дәрежесі бар, мұнда алмайым, 5-ті алам тек қана. Барлығының көбейтіндісі 540-ға тең болады. Келесі ең кіші орта еселік П мен Т деп алсам, мынаны алсам, Т-ның мәнін 2-ның 3 дәрежесі көбейтілген 3 көбейтілген 11. Мынадан 2-ні алмайым, 3-тің 1-ін алмайым, 11-ді алмайым, тек қана 3-тің 1-ін алам. Сонда 792-ге тең болады. Келесі соңғысы ең кіші орта еселік X пен Y деп алайын. X-тің мәнін алайын. Мынаны алмайым, X-тің 1-ін алмайым, тек қана 5-тің 1-ін алам. Сонда 1200-ге тең болады көбейтінші есеп. 69 және 85 саны ең кіші орта еселік болатын өзара жай сандарды жаз дейді. Ең кіші орта еселік өзара жай сандардың олардың көбейтіндісіне тең болады. Ал 69 дегеніміз ол 3 пен 23-тің көбейтіндісіне тең. 3 пен 23 өзара жай сандар, сондықтан былай болады. Екіншісінде ең кіші орта еселік 85 болу үшін 85 жіктесем, ол 5 пен 17-нің көбейтіндісіне тең, сондықтан ол өзара жай сандар. Ары қарай Сәуле мен Зарина қатар жүріп келеді. Сәуленің қадамы 70 см, Заринаның қадамы 50 см. Қандай ең қысқа қашықта олардың қадамдары қатарласады. Ең кіші орта еселігін табамын. 50 мен 70-тің ең кіші орта еселігі бізде 350-ге тең болады. Сонда ең қысқа қашықта олардың қадамдары қатарласады. Сонда 350 см қашықтықта болады екен. Квадрат пішінді бөлменің әрбір қабырғасы тұсына 2 үстелден қойып, 6 үстелді қалай орналастыруға болады дейді. Енді квадрат пішінді бөлме мынадай әрбір қабырғасына 2 үстелден қою керек. Яғни мына жерде былай істеу болады. Бір бұрышына біреу қойсам, мынау бір қабырға болып табылады. Мысалы, мына жерде біреу, мына екеу. Мысалы, мына жерге біреу қойсам, сонда мынаған екеу, мына қабырғаға екеу, мына қабырғаға екеу кетті. Енді қалған 3 үстелді орналастыруым керек.
мына бұрышқа біреуін қоям, сосын мына жерге біреуін қоям, және мына жерге біреуін қоям. Сонда мына қабырғада міне, мына қабырғада екеу тұр, мына қабырғада екеу, мына қабырғада екеу тұр, және мына қабырғада екеу тұр екен. 307-ші есеп, ішін ені 5 см, ұзындығы 1 дециметр 2 см қорапшалармен толтыру үшін табаны квадрат пішінді жәшіктер дайындалды. Жәшіктің табанының ауданы ең кем дегенде неше квадрат дециметр болу керек дейді. Енді мынаны шығарып көрейік. Ол үшін 1 дециметр 12 см дегенді 12 см қылып алайық. Мынау ені А 5-ке тең, В ұзындығы 12-ке тең. Осы ненің ең кіші орта еселігін тауып аламын. 5 пен 12-нің. Бұлар өзара жайсандар, олардың ең кіші орта еселік көбейтіндісіне тең 60 см-ге тең. Бұл банағы квадрат пішінді жәшіктің табанының қабырғасы болып табылады. Бізге дециметр есебінен тап деп тұр. Сондықтан мына дециметрге айналдыру үшін 10-ға бөлем, сонда 6 дециметрге тең. Бана жәшіктің табаны мынау, сол 6-ға тең. Бізге соның енді ауданын табу керек. Ол үшін 6-ны 6-ға бөлем. Сонда 36 дециметр квадратқа тең болады екен. Ені 8 см, ұзындығы 18 см тік 4 бұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең қысқа периметрін тап дейді. Ол үшін ең кіші ортақ еселік 8 бен 18-дің ең кіші ортақ еселігін табайық. 8 18, мынадан 2-ні алмайым, қалған 2-ні аламын. Сонда 18-ді 4-ке көбейтсем, бізде 72 см-ді. 72 банағы квадраттың қабырғасы. Енді периметрін табу үшін бізде осыны 4-ке көбейте қоям. Сонда 288-ге тең болады екен мынау есептің жауабы.